Сәлем достар, бүгінгі тақырып төсек қатынаста әйел адамда кездесетін ыңғайсыз жағдайлар. Бірнеше жағдай бар. Біріншісі ауа кіру, екіншісі қосылғанда ауырсыну, үшіншісі құрғақ болған кезде, және де төртіншісі өте көп мөлшерде сұйықтық бөлінгенде. Бұл төрт мәселені бөлек-бөлек мен айта кетейін. Біріншісі ауа кіру. Бұл сұрақ жас қыздар да сұрайды, үлкен әйелдер де сұрайды, босанған, босанбаған, жыныс қатынасқа түскен және де түспеген қыздар да сұрайды. Ауа кіру мәселесі төсек қатынас, жыныстық қатынас кезінде болуы мүмкін. Арнайы жаттығулар жасағанда, мысалы арнайы аяқты үстіне қарай мысалы тартқанда, немесе еңкейгенде, осындай бір кезде ауа шығуы мүмкін. Бұл ненің белгісі? Бұл қына бұлшықеттердің әлсіз болуынан. Сол кезде мысалы арнайы осындай аяқты көтергенде, аяқты ашқанда немесе еңкейгенде ауа кіреді. Бұл қынаптың әлсіз болуынан. Әрине әйел адам ыңғайсызданады. Әрине бұл бір ыңғайсыз жағдай, әрине. Соны шешу үшін арнайы кегел жаттығу жасауы керек. Кегел жайында мен көп айтам, арнайы видео бар, арнайы тренингтер бар. Сол үшін сіз оны, мысалы, осындай ауа кіретін жағдай кезінде қынапты қысу керексіз. Мысалы, төсек қатынаста болса төсекте қысасыз, мысалы, аяқты көтергенде сол кезде қысасыз. То есть сол жағдайда сіз қысып үйренесіз. Содан кейін бірнеше апта бойы қадағалаңыз. Мысалы, менің тәжірибемде 2 аптада, мүмкін одан да аз, ауа кіру мәселесі азаяды. Бір айда мүлдем кету мүмкін. Бірақ та, бір ай мысалы өтіп, сізде ешқандай өзгеріс жоқ болса, онда арнайы тренажермен жасағаны дұрыс. Себебі тренажермен бұлшықеттердің қатаюы одан әрі тез өтеді. Арнайы тренажерлар әр жерде сатылады, немесе менің тренингтеріме қатысыңыз. Мен сондай арнайы осы мәселе шешу үшін арнайы әйелдерге арналған тренингтерді өткіземін. Енді екінші мәселе қосылғанда ауырсыну. Бұл деген не зат? Мысалы, ер кісі жыныстық қатынас кезінде әйел адамға мүшесіне кіргенде бір соққы ретінде болады, бір соққы. Соққы кезінде әйел адамы ауырады. Және де бұл енді физиологиялық тарапынан қарағанда бұл да бір норма. Әрине қатты соққы болғанда әрине ауырады. Бірақ та бірнеше шешу жолдары бар. Ең бірінші соққы кезінде қынап бұлшықеттерін, сол кегелді мен көп айтам, қысасыз, және де содан гөрі соған қоса іш бұлшықеттерін тартасыз. Соның бәрін бірге қысқанда соққы кезінде онша қатты ауырмайды, және де бір ләззат сезімділігін де беру мүмкін. Соны сіз істеп бақылап көріңіз. Әрине, қына бұлшықеттер әлсіз болса, іш пресс дейді, оны әлсіз болса, онда қаншалықты қыссаңыз, бұлшықеттердің қатты болмағандықтан мүмкін ауырсыну кетпейді де мүмкін. Сол үшін сол бұлшықеттерді қайтадан қалпына келтіріп, арнайы жаттығуларды істегеніңіз дұрыс. Енді екінші себебі бұл воспаление дейді. Гинекологиялық тарапынан мысалы бір мәселелер болса, онда әрине ауырсыну болуы мүмкін, және де сіз мысалы гинекологқа көптен бері болған жоқ болсаңыз, барған жоқсыз мысалға, сол кезде бірінші әрине гинекологқа барып, анализ тапсырып, керекті ем алғаныңыз дұрыс. Бұл да бір себебінің бірі болуы мүмкін. Так, енді үшінші мәселе сұйықтық көп келсе. Жалпы сұйықтық деген әйел адамда жыныстық қатынас алдында қыздарған кезде қосылғанға дейін әрине сұйықтық бөлінеді. Бұл жыныстық қатынасқа дайындық ретінде болады. Бұл норма. Бұның әрине бір табиғи жаратылысы әйел адамның.
және де көп келсе, мысалы өте көп келсе жыныстық қатынас кезінде, және де кейбір әйел адамда ер кісіде сезбей қалады мысалға. Сол кезде әрине қынапұлшық иттерді қысып сол үйрену керек. Сол кезде әйел адам да жақсы сезіп бастайды, ер кісіде де жақсы сезімталдылығы көтеріледі. Сол үшін осы бір жаттығулар өте пайдалы. Ал егер де мысалға күнделікті өміріңізде көп сұйықтық келсе, және де мысалы төсек қатынастан тыс әрқашанда сұйықтық бөлінсе, сонымен қатар мысалы иіс пайда болса, мысалы сұйықтықтың мысалы түсі бар болса, мысалы иісі, бұл бір өзгеріс болса, міндетті түрде гинекологқа барыңыз. Бұл көптеген мәселелер болуы мүмкін, оның ішінде инфекция да болуы мүмкін. Бұл сондай кезінде міндетті түрде гинекологқа барып анализ тапсырып, емін алғаныңыз дұрыс. Себебі өз-өзімен сұйықтық, мысалы жыныстық қатынас түсер кезде, және жалпы әйел адамда кішкентай мөлшерде бір ылғалдылық, кішкене сол микроклимат дейді оны, әйел адамда жыныс мүшелерінде құрғақта болмау керек, көп мөлшерде сұйықтықта бөлінбеу керек. Бір ылғалдылық, жылы ылғал болу керек, сондай норма бойынша. Так, төртінші мәселе бұл құрғақтық. Құрғақты мәселесі де көп кездеседі. Көбінесе құрғақ мәселесі 40-тан аса, 40 пен 50 жастан бастап құрғақтық мәселесі пайда болады. Гормоналды өзгеруінен. Бұл да бір норма. Мысалы, сіз сол категорияға кірсеңіз, онда Кегель жаттығуын арнайы қынапұлшық иттерге арналған жаттығуларды жасап, тренингтерге қатысып, осы құрғақтық мәселені шешуге болады. Себебі арнайы Кегель жаттығу жасағанда гормондар, жалпы жыныс мүшелер, қан айналымы жақсарады, бүкіл әйел денсаулығына өте пайдалы. Ал енді қайтады, лимфоток дейді. Лимфоток бұл сіз жыныстық сол Кегель жаттығу жасағанда, сол жыныс мүшелерде лимфоток, қан айналымы, лимфоток деген сұйықтық бөлінетін, жақсартады, тазартылады. Сол үшін бұл істегені өте дұрыс. Ал егер де сіз мысалы жақын арада бір дәрі ішіп, бір ем алып жүрсеңіз, онда бұл әр қызға байланысты, әр әйел адамға байланысты, ем алып жүрсеңіз, онда әрине құрғақтық болуы мүмкін. Мысалы, түрлі дәрі-дәрмек, гормоналды дәрілер болуы мүмкін. Сол кезде әрине құрғақ болып қалады. Бұл да бір норма. Сол емді біткен соң, қайтадан қалпына келгенде, сол Кегельді жасап, қайтадан өз қалпына келуге болады. Бұл 4 мәселені айтып кеттім. Бұл тақырып өте пайдалы болады деп ойлаймын, себебі көптеген сұрақтар келеді. Бұл ер кісілерге де, әйел адамдарға да білгені дұрыс. Басқа сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді қалдырыңыз, маған Instagram парақшама қосылыңыз, YouTube парақшама қосылыңыз. Менімен болғаныңызға рахмет. Сау болыңыз.